Қазақ халқының тарихында құрылтайдың орны да жөні де бөлек. Біз бұны бірнеше рет айттық. Елдің сөзін ұстаған тұғырлы тұлғалар бас қосып, мемлекет үшін маңызды тағдыр шешімдерді осынау алқалы жиында қабылдап келген. Біздің мақсатымыз жай ғана атауды өзгерту емес. Тиімді жұмыс істейтін, экономикалық жағынан жан-жақты негізделген халықтың өкілдік ету жүйесін құру. Осы ретте жаңа парламентті құрудың үш аспектісіне тоқталғым келеді. Бірінші аспект – құрылтайдың ықшамдылығы мен ұтымдылығы. Бұл орайда Конституциялық комиссия қосымша бюджеттік шығындарға жол бермеуді барынша ескергенін атап өткен жөн. Бұл өте маңызды қадам, қоғамға берілген нақты ишара. Яғни біз тек билік үшін көбірек билік қалыптастырудан бойды аулақ ұстап отырмыз. Егер парламентарийдің санын стандартты европалық формулаға сүйеніп, халықтың саны мен немесе аумақтық қағидат бойынша есептесек, онда құрылтайда 500-600 депутат болар еді. Әлемде ондай тәжірибелер бар. Мәселен, Европада депутаттар санын шамамен әрбір 25 мың адамға бір парламентарий болуы керек деп есептесе, ал біздің жағдайымызда бұл цифра 140 мың адамға бір депутат формуласы пайдаланып тұр. Яғни Қазақстанның болашақ құрылтайы европалық стандарттармен салыстырғанда 5 есе аз ықшамдалған парламент болады. Комиссия саналы түрде мобильді әрі ықшамды парламент формуласын таңдап отыр. Президент айтқандай, депутат санын көбейтпей, керісінше оңтайландырып отырмыз. Бұл ұсынылған сан үнемдеу үшін емес, тиімділікті арттыру үшін жан-жақты сараланып қабылданған байыпты шешім. Парламент ықшам болса, шешімді де жылдам қабылдап, нақты жауапкершілік арқалап, қоғамға да түсінікті бола түсетіні айдан анық. Халық айтқандай, қашанда көп сөз күміс, аз сөз алтын екені белгілі. Вторым аспектом является эффективность и отказ от процедурного тупика. Здесь еще раз бы хотел остановиться. Мы все видим, к чему приводит избыточная многослойность власти. Мировой опыт показывает, что большой парламент – это не всегда сильный парламент. Часто это законодательное болото. Например, долгое время итальянский парламент был одним из самых многочисленных в Европе. 630 депутатов только в Нижней палате. Это приводило к катастрофической бюрократии и затягиванию принятия законов на целые годы. В итоге в 2020 году страна пошла на радикальный шаг, сократила число депутатов на целую треть, от 630 до 400, чтобы наконец-то победить законодательную инерцию и ускорить работу правительства. В Великобритании в Палате общин заседает 650 депутатов, а в Палате лордов более 800. В результате социально значимые законы, например, такие как о миграции, о медицине, проходят бесконечный процесс пинг-понга между палатами, отклоняясь по 20 раз и более. Чтобы хоть как-то заставить эту махину работать, государственная власть Европы вынуждена вводить жесткие процедурные гильотины. К примеру, жесткие ограничения времени на дебаты и запрет на повторное переголосование. Это яркий пример того, как процедуры начинают пожирать содержание. Именно поэтому глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на диалог-платформе сельских хакимов назвал чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразным. Президент сделал акцент на том, что следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. Однопалатный курултай с четким регламентом и 3 чтениями законов – это созидательный отказ от бесконечных согласований, кулуарных компромиссов и размывания ответственности. В такой модели невозможно спрятаться за процедурой. Есть решение, есть ответственность. Коллеги, не могу обойти стороной и то, что данное решение по однопалатному парламенту – это и есть усиление, я бы даже сказал, укоренение формулы «влиятельный парламент». Я как депутат считаю, что этому решению предшествовали важные политические реформы, которые позволили кардинально изменить законотворческий процесс. Сейчас же, например, инициатором каждого второго принятого национального закона является депутаты Мажилиса парламента. Это впервые в истории Казахстана. Даже жизненно важные законы, такие как возврат незаконно выведенных активов, нацфонд детям, противодействие лудомании, борьба с наркоманией, защита прав женщин и детей, цифровой кодекс и искусственный интеллект были разработаны депутатами парламента в поддержку главы государства. Кроме того, социологические замеры отчетливо свидетельствуют о высоком доверии со стороны граждан институту парламента, в частности, депутата Мажилиса. Это и есть доказательство того, что роль представительной власти в системе государственного управления становится определяющей, что стало одним из основ политических реформ. Үшінші аспект – халық кеңесінің қайталаушы емес,
керісінше тепе-теңдікті қалыптастырушы институт ретінде тоқталғым келіп отыр. Нағыз халық кеңесі дегенімізде осы. Айта кететін бір маңызды жайт бар, құрметті әріптестер, халық кеңесі бұл парламенттің баламасы емес. Және онымен бәсекеге де түспейді. Ол тұрақты қызмет ететін консультативтік орган. Мемлекет пен халық арасындағы алтын көпір. Оның өкілеттілігі конституциялық заңда нақты белгіленетін болады. Біз кешегі отырысымызда онымен жан-жақты таныстық. Кеңес өзі қалаған кезде жиналмайды, әрі тағы да бір парламентке айналмайды. Оның міндеті қоғамның талап тілегін жинақтау, ішкі саясат, қоғамдық келісім, ұлттық бірлік пен құндылықтар мәселелері бойынша ұсыныстарды тұжырымдау. Сонымен қатар халық кеңесінің құрылтайға заң жобаларын ұсыну, республикалық референдумға бастамашы болу құқығына ие болғаны да аса маңызды. Осылайша біз әр құрылымның өз рөлін нақты айқындауға қол жеткіземіз. Яғни құрылтай шешім қабылдайды және саяси жауапкершілік арқалайды. Ал халық кеңесі қоғамдық сұраныс пен күн тәртібін қалыптастыратын болады.